фри дайындаймыз. Ол үшін картопымызды осылай жуып, тазалап, осындай қалыңдықта турап аламыз. Осы туралған картопты салқын суда 10-15 минут ұстаймыз. Сосын арнайы сүлгілерге қойып, үстінен қағаз майлықтармен сүртіп, суын кептіріп аламыз. Ешқандай дәмдеуіштер, бұрыш қоспаймыз, тек тұз қосамыз. Бұл фриларды 2 қайтара қуырамыз. Біріншісі осылай қатты қызармай қуырылады, және кішкене суығаннан кейін екінші мәрте қуырамыз. Екінші мәрте қуырып алып жатқан уақытта үстіне тұз себеміз, және 10-15 минут кішкене майынан сорғанша ұстап, өзіңіздің қалаған соусыңызбен не кетчупыңызбен осылай ұсынсаңыз болады.